Шалем достар. Акулёка ТВ YouTube каналына қош келдіңдер. Достар, бізді егерде сағынсаңдар, дәл қазір лайк басып, комментарий жазуға ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, бізге тіркеліп алыңыздар. 200 мың подписчик жасамаймыз бөле Ақан. Айтпақшы достар, біз бүгін Ақан екеуміз күшті бір нәрсе жасайтын боламыз. Ал не жасаймыз, қазір көретін боласыңдар. Достар, қараңыздар, біз бүгін Влад А4-нің слаймын жасаймыз кола дәмімен. Және де қазір болып жатқан барлық кинотеатрдағы Майнкрафт киносының сабынын жасаймыз. Ақан, қуаныштысың ба? Қараш, 2 зат жасайтын боламыз. Кәне, достар, тез лайк басшыңдар. Ақан, қалай ойлайсың, лайк басты ма сен достарың? Білмеймін. Так, тұра күте тұрайық, ата мен бастаған кейін мүмкін лайк баспағанда шығар, иә? Күтеміз. Жарайды, басқан шығар, өйткені біз сендерді жақсы көреміз, ал сендер бізді десеңді. Олай болса достар, бірінші қайсын жасаймыз, қазір біз алма кетті домалап ойын ойнаймыз. Ақан, кеттік. Алма кетті домалақ, көше бойы жағалақ, кім алманы табытты, кім ойына шығады. Достар, мұна күте тұрады. Біз қазір Влад А4-дан слайм пранки от Влад бумаги жасаймыз. Мә, ішінде не бар екен? Ақан, давай ашып қараймыз. Бағасы достар 3,5 теңге тұрады екен. Біз бұны Марвиннан сатып алдық. Қараңдар, мына жерде инструкция. Достар, мына жерде бұл слаймды қалай жасау керек туралы инструкция жазылған. Мына жерде және артында. Қазір біз көреміз. Бұны ашамыз. Мына жерден ашамыз. Ал Ақан аша ғой. Ақан ақырындап ашып, ішін қарайтын болсында. Ал сендер оған дейін бізге тіркелмесеңдер, тіркеліп алып, сонымен қатар лайк басып, міндетті түрде комментарий жазың. Вау, достар, ішінде қараңыздар, наклейкалары бар. Супер. Тағы не бар? Вау, достар, қараңыздар, Кока-Коланың ыдысы. Өтірік осындай трубочка. Мұнда қоямыз. Және де Лед. бұл мұз, өтірік мұз. Өйткені бұл Влад Қараңдар, бұл өтірік Кока-Кола, бұл қыш білбегіз. Коланың дәмі еске қошыған. Кәдімгідей коланың дәмі сияқты, иә? Бұны қазір ашып, сонда не істейді екенбіз, қарайын достар. Инструкция бойынша біз ол ішіндегі жидкості құйып, переклей, оны араластырамыз. Содан кейін үстіне біз мұнаны қоямыз. Содан кейін өтірік кола сияқты алдаймыз. Бірақ өкінішке орай алдайтын адам жоқ. Сонда өтірік Ақан мен алдайды, мен Ақанды алдайтын. Ал достар, кеттік, біріншісін ашайық. Ақан, сен өзіңдікін аша бер, мен мынаны аша беремін. 3,5 теңгеге нормально. Достар, қараңыздар, осы барлық жидкості салу керек екенбіз. Біз енді бір ыдысқа сала береміз. Бірінші мынаны ісқияйық. Так, тұра тұр. Үшін су керек. Бұл су емес, жидкость сондай. Слайм, чтобы жабысып тұр. Қолға жабыспас үшін. Опа. Мен ойлап жатырмын. Енді мынаны қосамыз. Қазір көрейік. И екіншісін бірге қосамыз. Тұра тұр. Мынаны қосамыз. Достар. Иісі кола болып тұр енді. Қазір сосын жақыннан көрсететін болады. Бірінші жасап аламыз. Мына мусорға қойдық. Давай мынаны салайық. 2 пачканы да саламыз, өйткені не үлкен екен. Бұл біреуі қолға жабыспаш үшін, кәдімгі слайм болу үшін арналған екен. Мынаның дәмі кәдімгі кола, Ақан? Шынымен де адамдар кола деп ойлап қалатын болды ғой. Негізі 3,5 теңгеге нормально. Енді бұны жабысуға болады. Енді біз оны араластырамыз. Жақсылап тұрып. Қараңдар достар, араластырып жатыр. Мен әлі көп араластырып. Қолыма төгіліп кетті. Енді мен слайм болып кетем, Ақан. Мен слайм болып кетсем, мені есіне алып отыр.
қазір араластырып берейін. Қолымызға реально тиіп кетсе, слайм болып кететін шығармыз құрсын. Әлде Кока-Кола араластырма ма? Негізі бұл слайм болу керек қой, неге слайм болмай жатыр екен? Әлде көп араластыру керек пе екен? Керек. Әлі ол біріне болмағанша араластыр дейді. Однородный болу керек. Көп араластыру керек екен достар. Ақан қандайын клейт ететін боласың, сен клейт етер ақында. Ақан, сен кола ішесің ба? Иә, ішемін. Іші. Пранк, бұл өтірік кола. Ішкен емес шынсың ба? Енді достар, мен қазір қолымен ұстайын. Вау, достар, қараңыздар қандай күшті. Кәдімгі слайм болып шықты ақан, прикинь. Слайм? Жоқ, не істемеймін. Тек қана. Қараңыздар. Слайм. Өтірік слайм. Слайм емес, қалай аталатын еді, тағы да бір түрі бар ғой. Лизун ба? Лизунға ұқсайды достар мынау. Лизунға ұқсайды, қараңыздар. Қолмен ұстағанда прям лизун ғой. Бұны біз сохранить етіп қоямыз да, ертең басқа біреулер келген кезде үйге соларға пранк жасауға, иә, ақан? Күрсе, мынау. Қандай баға қоямыз Злата 4-дің пранк кола ыдысына? Маған 3. Ақанға 3? Мен 5 қоямын. Бір рет жасауға пайдалы. Но егер де 1000 лайк болса, біз тағы да басқа оның продукцияларын алып көретін боламыз. Олай болса, екінші біз сабын жасайтын боламыз. Достар, біз енді қазір Майнкрафттың сабынын жасаймыз. Вот это вот қызық. Бағасы 2000 теңге тұрады. Бұны да біз Марвиннан сатып алдық. Ух ты! Мынау кім ақан? Мынандай ыдыс. Крипер, бұл крипер. Фрукт микс дейді. Мынау не достар? Қараңдар. Вау! Яғни мынау прозрачный, мында 2 сабын тұр. Қазір мен сендерге көрсетемін. Получается, бұл 2000 теңгенің ішінде крипердің сабынын жасау үшін Майнкрафт бізге 2 сабын, осындай какой-то микс, бұл миксті білмеймін не үшін келді, қазір оқитын боламыз. Осында біз құямыз сабынды, және де бұны походу біз жабыстырамыз. Бұл жерде тұрсын ақан. Енді бізге не істеу керек? Мынау 2 сабының біреуін аламыз, ол бізде прозрачный сабын. Инструкцияда прозрачный сабынды алыңыздар деді да, балқыту керек екен. Қазір біз осы сабынды, прозрачный сабынды кесеміз, кішкентай мелкий кусочектарға, қараңыздар қалай күшті тез кесіледі. Содан кейін оны микроволновый печке апарып балқытамыз. Достар, қараңыздар, миы прям пары шығып, иісі қатты екен. Енді қазір оны біз құямыз. Бәрін құйып, самалы құйып, оны араластырсын деді бізге. Наны құямыз сосын ысытыннан кейін. Ой-ой! Қазір мен алам. Біздің слаймнан қалған таяқшаны ала салайық. Ыстық достар, балалар сендер істемей қойыңдар сабынды. Так, шамалы құяйық и араластыру керек екен. Равномерный болып араластырамыз. Ақан қызық шығар иә саған. Біз бірінші рет істеп жатырық қой достар сабында. Бұрында кристалл жасаған едік. Содан кейін сабын ол бізде бірінші рет жасалып жатыр. Достар, комментарий лайк қойыңдар. Қатып қалып сабында. Ішіне кіргіземіз. Осы қалпында, что ли? Осылай кіргіземіз, стоп, да, картинкасы шығып тұру үшін ғой. Осылай ғой. Дұрыс қой? Ақан ұстама қолымен ыстық. Астына жібер дейді. Астына жіберіп жатыр картинканы. Достар, күшті болайын деп жатыр ғой.
астына былай түсірдік картинкамызды. Уже қатып жатыр достар. Қазір енді ағын қазір кесіп тоже растопить етеміз, балқытамыз. Осылай кесіп аламыз. А неге знаете жоқ? Иісі күшті екен, я сабын? Иә. Енді қолымды жуасыңыз сабын. Күшті однородный болып қапты, қараңыздар. А мен ойладым. О, достар, қазір сабында тұрсын. Жақынырақ қараңыздар, біз бағана айттық. Вау, ақан қара. Күшті, я? Мынау кәдімгі жидкий кола ғой. Қалай істеген, коланың дәмі ғой. Я оның дәмі. Ой! Енді достар, қазір ағын құям. Вау, вообще күшті. Сосын ванныйға барып ақан осымен қолын жуып көрсететін болады. Енді бұның қатқанын күтеміз. Қараңдар, Майнкрафт сабыды қандай күшті болып шықты. Қазір оны біз ашып қолымызды жуып көрсететін боламыз. Кәнеке достар, ақан крипер сабынды жақында көрсет. Вау достар, 2000 теңгеге сатып алған өзін сабын жаса деген бізге өте қатты ұнады. Егер де сіздерге де ұнаса лайк басыңыздар. Ақа саған ұнады ма? Иә. Күшті. Қараңдар қалай күшті көпіреді, е? Иә. Супер. Достар, бәріне пока-пока. Міндетті түрде бізде тіркеліп, жаңа видеоны күтіңіздер. Тіркеліңіз.